Aslında bedev juurdu, kancar salsam bilir dep, gellesinden babanın gövdesini tujuruyup omurdu. Atım menen Ayşesi azık arkan tüyesini kalasına tamanın ayda bakıp kamadau. Azgana eli tamanın kadelli ösken qarısa, jigerli ösken jigitde şoranın шығып алдына. Jolun bolgay qaragım, isin oңgay şıragım. İlyas жылауларың bolgay, Ali Sarkardan bolgay. Azgana eli tamay edik, köp Қытайға теңгердің, ар намысты алып бердің деп, улы кіші пәтча бәршасы ақ пәте беріп тұрады. Ane Yerşura jauды жеңіп, düşmanды бағындырып келгеннен соң, сол күні кешті, елде кімнің досын, кімнің düşman екен білу мақсатында. Қарындасы Күмсайдың алдына келіп, «Ей, Күмсай сіңлім, дос 8, düşman 8» деген. Ау елде кімнің досын, кімнің düşman екен білу мақсатында, екеуміз көше аралап көргеніміз мақұл емес пе сіңлім деді. Анда қарындасы Күмсай тұрып, әжеп бұл араға деп, елдің алды жатқан соң, күн қызылып батқан соң, киімлерінің өзгертейіп, өзлерін танытпай, далаға шығып, көше аралап кетіп бара жатырса, бағанағы алдынан шығып, ақ пәте берген таманың 4-5 жиналып алып, бір отауды мәслихат құрып отырғанның үстіне келді. Мәслихатке құлақ тұрып қараса, Ершора, өспек есең, өнбек есең. Жөрнемек болғайсаң, тегін жатқан жұрттың теңлісін 4 бөлдің. Сенің ұсы қылғаныңды, ұйқылап жатқан жеріңді тауып қана алмасақ, мойныңа арқан салмасақ. Екі қолыңды бәнт қылып, сұлтаны Сәнжәрі Мәзіқан атлы ұлы патшаға сені айдап бармасақ. Сенің әлібеңді өлтірген мына балағы деп апарып қарым бермесек, бұл дүнияда тама атымыз құрысын деп, ане бұлар мәслихат етіп отыр беді. Бұл гәпті есткен Ершора қарындасына қарап, «Ей, Күмсай сіңлім, ғарип мұңлім, жақсы ит өлгенін аулаққа ташлайды» деген. «Ей, ұйқламайтығым бенде Алланың бендесі болмайды ғой. Набада ұйқлап жатқан жерімде, мұнау жаман таманың мойныма арқан салайып, екі қолымды бәнт қылып байлауда отырғанымнан, қиям айдан шөлінде сүйегімнің қалғаны жақсырақ емес пе сіңлім» деді ау. Қарындасы менен түнің менен сөйлесіп, таң атқаншы мұңласып, таң қызылы атқан соң ойшы бар атына ер салып, тал құйрығын сүйретейіп кетейін деп тұрған уақытында Шораның ата менен анасы зар-зар еғлап алдынан шығып, перзентіне жол болсын сұрап, қане, не деп тұрттау? Düşmanlarga bulmagaysan tala, bizlerge sizlerde berip tur Allah. Atanandı şoluna zar etme, atanı tüşkül ciger bintime Şora. Düşmanlarga zulümünden zayetebe, has kılgan düşmandık koydun gayetebe. Kaysı cürtten
Qaysı jurtqa bararsan ata-anаңды жолыңа зая етебе. Düşman öte almaydı balam yolundan. Allah Teala haberdardır halından. Attan çüşkül jiger bentim perzentime kadık etip jurt soragan hanından. Attan tüşkül jiger bentim perzentim kadık etip jurt soragan hanından. Düşman öte almaydı balam jolundan, Allah Taala habardardır halыңнан. Attan түшкіл жігер бентім, перзентім, қадық етіп жүр сұраған ханыңнан. Sultanı Sencerim Мәзіхан, atlı ұлы патшаңа менің өзім барайын, барып құллық қылайын. Ботасы кетсе нарқылып, құлыны кетсе тайқылып, біреу оның орнына екінің құнын берейін, екісінің орнына төртінің құнын берейін. Жетсем малым берейін, жетпесе жаным берейін. Сәнлер кетіп біз қалып, азғана тамақ қозғалып, жасау олдың шырағым қысуына қалай көнейін деп. Ане ата енесі зар йығылап тұрған уақытында Ершораның қарындасы Күмсай өзін нашар болса да, ағасының үстіндегі бұл ауғаларды бір-бір баян етіп, атам менен анасына ақыл үйретіп, қане, не деп тұрттау? Aytuğa bar yedi tilli sanamıza. Allah bolgay biz garip ki panamız. Mendi naşarının aytar arzı bar ey. Jılay körmün atamının anamıza. Aslında bar yedi yaxşı haribatay. Allah bolgay жалғызың мәдеткер. Şılay körmen екі бірдей қариялар-ай. Tamalarың жиналып құлған мәслихат-ай. Мәслихат-ау. Yıklağın yerinden tavıp almağa, maynına şengir arkanın salmağa. Elbidi öldürgen bul bala debey, kas kılıp durğanға alıp barmağına. Barmağına barmağına. Yo'qlagan жерінен тауып алмаға, мойнына шынжыр арқанын салмаға. Әлбиді өлтірген балам міне мынауға деп қасқылып бір қоқанға алып бармаға. Ей, ашылған гүлің солмайды, бір Алланың хүкімі бар, еш уақ екі болмайды. Хақ яратқан бенде де ұйқламаса адам да болмайды. Набада ұйқыда жатса Ершора таманын қылған бұл мәслихаты, ұйқлап жатқан жерінен тауып қана алмаға, мойнына арқан салмаға. Екі қолын бәнд қылып, Sultanı Sencerim Мәзіхан атлы ұлып патшаға жалғызды айдап бармаға. Жалғыз ағам Шораның айдалғанын көргенше, бір шывындай жанының қиналғанын көргенше.
жаман таманын қамшырғанын көргенше шора кетіп біз қалып, азғана тамақ қозғалып, қашан келер шора деп көрсете көр Аллам деп. Ер шораның кейінінде жылап біздер қалғанша, сәнілер менен біздерге бей әжел өлім көп яқшыда деп. Ане, бұл сөзді айтқан уақытында атасы Нәрікбай барлық кәпті түшінді ме? Ер шора атлы жалғызының алдына келейіп, атының жылауын ұшылап, қай ерге барарын һәм қашан келерін сорап, не деп толғап тұрған секілді ол. Sizlere keçen kayter benim devletim, şölge çıksan medet dergi kudretim, men diyatan baskenin aylansın, yolun bolsun barkete bir gül perzentime. Perzentime. Mene bedevi Dağıstan'da şelersin, özün şalgız kalksan asını belersin, solun bulsun barke tever perzentim, bul ketisten kança yay kundu keler sana. Balam kayda bararındı bayannet, kartayganda atan berin ayannet, bul ketisten kayıklarga bararsan, yalgızım sen bararayı yerimde aytıp keter. Aytıp keter. Perzentime. Balam қайда барарыңды баян ет, қартайғанда атаңа бәрін аян ет. Бұл кетістен қаяқларға барарсаң, жалғызым сен барар жеріңді айтып кет деп. Ане атасы бұл гәпті айтқан уақытында. Анда тұрып Ершора атасына сөйлегенде не деді ау? Bedevdimin bir ay gelgen çok bizden burun ay ötkeler, karşı kelgen ay düşmanga gazepli aile vay ketkeler, bezler kim bişana tavuğunu Hazret Peygamber aldım bolcap vay bilgen çok.
өскен ай халқы еді. Теп бабам өскен жұрт еді, Қазан деген шәрге талап әйлебәй барарман. Бұл кетістен әй кетермен 2 ай 10 күн әй жол жүріп. Жайлауымда әйел болса, өрісімдің әй мал болса. Ноғайлы елде дін болса, абаданлы күн болса, жыл 12 ай болғанда қайта айланып келермен. Ала алмасам әй дұшпаннан 3 жылға таман әй келермен. Ол 3 жылда келмесем риза болың біздерге, біз разы әй сілерге. Әжелім жетіп әй өлгенім, бір-біреудің әй дейдарын. Рахым етсе әй бірі бар, үмметім десең әй пайғамбар. Қауымым десе, мамлар достым десе, шәһәр яр қиямет күнің.